Фолий қышқылының жетіспеушілігі болса, баланың миының дұрыс дамымай қалуы, жалпы эмбрион сіздің ішіңізде дамып жатқан кезде, сатып алып жатқан кезде қорапшасындағы дозировкасына көңіл бөлуіңіз керек. Сәлем қыздар, сіздермен бүгін мен дәрігер-гинеколог Жанар Ержан. Бұл видеода қыздар біз жүктілік кезінде ең маңызды дәрумендердің бірі фолий қышқылы немесе витамин В9 туралы сөйлесетін боламыз. Яғни фолий қышқылын қандай дозировкада ішу керек, жүктіліктің неше аптасына дейін ішу керек, және де жүкті әйелдің ағзасында фолий қышқылының дефициті болса, онда жүктілік кезінде қандай асқынулармен жүкті әйел кездесуі мүмкін. Осы туралы бүгін біз осы видеода сөйлесетін боламыз. Егер де сізге қызық болса, міндетті түрде видеоны соңына дейін көріп шығыңыз. Фолиум деген сөзді қыздар латын тілінен аударатын болсақ, ол жапырақ деп аударылады екен. Яғни фолий қышқылы жапырақ және де жасыл көкөністерде көп мөлшерде кездеседі екен. Нақтылап айтып кететін болсақ, фолий қышқылы шпинат, соя, фасоль, пшено, петрушка, творог, свекла деген сияқты тағамдарда өте көп мөлшерде бар екен. Енді жүктілік кезде егерде әйелдің ағзасында осы фолий қышқылының жетіспеушілігі болса, онда әйел қандай асқынулармен кездесуі мүмкін? Ол баланың әртүрлі туа біткен ақаулары. Мысалы, ол аненцефалия немесе спина бифида. Аненцефалия дегеніміз қыздар, ол баланың миының дұрыс дамымай қалуы. Спина бифида дегеніміз ол омыртқаның дұрыс дамымауы. Яғни қалыпты жағдайда мына суретте көрсетілгендей, баланың омыртқасы толығымен жабылу керек және оның ортасында жұлын, яғни спинной мозг тұрады. Егер де омыртқа толығымен жабылмайтын болса, онда спинной мозг, яғни жұлын сыртқа қарай шығып, ол жерде грыжа пайда болады. Әрине, бұл жерде дефекттің ауырлығына байланысты әртүрлі сатылары бар, жеңіл түрі бар, ауыр түрі бар, бірақ дегенмен бұл баланың туа біткен ауыр ақауларының біріне саналады. Енді осындай асқынулар, балада туа біткен ақаулар болмау үшін жүкті әйел қанша уақыт және қашаннан бастап қандай дозировкада осы фолий қышқылын қабылдауы тиіс. Халықаралық акушерство және гинекология федерациясының ұсынысы бойынша және біздің Қазақстан Республикамыздың ұсынысы бойынша кез келген әйел жүктілікті жоспарлап жүрген кезде жүктілікке дейін 3 ай осы фолий қышқылын профилактикалық дозада, яғни 400 микрограмм қабылдауы тиіс, және де жүктіліктің 12 аптасына дейін фолий қышқылын жүкті әйел қабылдап жүру керек. Неге десеңіз, өйткені егерде әйел адамның ағзасында фолий қышқылының жетіспеушілігі болса, онда жетіспеушілікті толтыру үшін 400 микрограммнан күніне сіз қабылдап отырсаңыз, бұл дефицит тек 3 ай деген кезде ғана толықтырылады екен. Жалпы эмбрион сіздің ішіңізде дамып жатқан кезде ең бірінші пайда болатын органдардың бірі ол нервная трубка. Нервная трубка дегеніміз ол жүйке түтікшесі, ол болашақта баланың миына, яғни головной мозг және де жұлынның спинной мозгтың пайда болуы дұрыс дамуына жауап береді қыздар. Ал бұл нервная трубка жүктіліктің 8-9 аптасында толығымен құрылып болады екен. Сондықтан жүкті әйел жүктілікке дейін немесе 12 аптасына дейін осы фолий қышқылының қандай да болса жетіспеушілігі болса, соны толықтырып үлгеруі тиіс. Неге? Өйткені біздің көбінесе әйелдер мысалы кейде жүкті екенін байқамай білмей қалып жүруі мүмкін, және де білмегендіктен ол фолий қышқылын қабылдамауы да мүмкін. Сондықтан егер де сіз тек қана 12 аптасынан бастап фолий қышқылын қабылдайтын болсаңыз, бұл жерде сізге ешқандай эффекті болмауы мүмкін. Өйткені жаңағы айтып өткенімдей, нервная трубка 8-9 жүктіліктің апталарында толығымен құрылып болады. Және де егер де аненцефалия немесе спина бифида деген сияқты осындай туа біткен ақаулар пайда болатын болса, ол 11-12 аптадағы скрининговый УЗИде анық көрініп тұрады. Сондықтан осы бірінші скрининговый УЗИді 11-12 аптасында өтетін, нақтылап айтатын болсақ, 10 апта 6 күннен 13 апта 6 күнге дейін өтетін скрининговый УЗИді өткізбей міндетті түрде өтуіңіз керек. Жоғарыда айтып өткенде профилактикалық доза ол 400 микрограмм болып саналады. Яғни бұл тек қана біздің елімізде ғана емес, барлық халықаралық организациялардың, ұйымдардың рекомендациясы бойынша. Бірақ кейбір жағдайларда қыздар бұл дозировка жоғарылайды. Неге? Мысалы, егер де сіз қауіп тобына жататын болсаңыз, мысал ретінде егер де сізде бұған дейінгі болған жүктіліктерде балада қандай да бір туа біткен ақаулар болса, соның ішінде спина бифида немесе миының дамуының қандай да бір ақаулары болса, онда сіз қауіп тобына жатасыз, және де сіздің фолий қышқылын ішетін дозировкаңыз жоғары болады.
Бірақ бұл жерде дозировканы сіздің өзіңіздің қаралатын дәрігеріңіз ғана сізге нақтылап индивидуально таңдап береді. Немесе мысалға кейбір жағдайларда сіз басқа да бір ауруларға байланысты әртүрлі препараттар жетін болсаңыз, мысалға эпилепсиямен ауыратын қыз-келіншектер карбамазепин деген препарат жет, ал карбамазепин деген препарат фолий қышқылының сіңуіне кері әсерін береді. Сондықтан сіз қандай да бір жағдайлармен карбамазепин деген препаратты қолданатын болсаңыз, онда сіз де фолий қышқылының дозировкасын жоғарылау дозасында қабылдауыңыз керек. Бұл жерде де сіздің өзіңіздің қаралатын дәрігеріңіз сіз үшін дозировкаңызды таңдап береді. Жүктілік кезінде ешқандай қосымша дәрумен ішпей-ақ, ешқандай препараттар ішпей-ақ, біз тамақтан осы фолий қышқылын толыққанды ала аламыз ба деген сұраққа жауап. Мысалға, мына таблицаны қарап отырсаңыздар, бұл жерде тағамдардың тізімі келтірілген. Және де мысалы арахистің 100 граммында 240 микрограмм фолий қышқылы бар екен. Немесе фасоль, мысалы 100 грамм фасольда 90 микрограмм фолий қышқылы бар екен. Бірақ егерде мысалға сіз осы көкөністерді бөлме температурасында 3 күннен жоғары сақтайтын болсаңыз, онда бұл өнімдердің ішіндегі фолий қышқылы 70%-да өзінің құрылымын жоғалтады екен. Немесе егерде сіз осы көкөністерді, шөптерді тамаққа араластырып, сіз оны пісіретін болсаңыз, қайнататын болсаңыз, яғни кез келген термообработка кезінде де өнімдер құрамында тұратын фолий қышқылының 90%-да өзінің құрамын жоғалтуға алып келеді. Мысалға, сіз осы көкөністерді холодильникте, морозильникте мысалға қатыратын болсаңыз да, бұндай жағдайда да құрамындағы 70% фолий қышқылы өзінің құрамын жоғалтады. Жалпы өте көп себептермен біздің тамақпен алатын фолий қышқылының сіңімділігі адам ағзасына бар болғаны 50% екен, қыздар. Сондықтан жүктілік кезінде қосымша жүктілікті жоспарлап жүрген кезде, яғни 3 ай бұрын, кем дегенде 1 ай бұрын, және де жүктіліктің 12 аптасына дейін фолий қышқылын қосымша дәрумендер ретінде, препараттар ретінде қабылдау өте маңызды. Кейбір қыздар дозировкасын түсінбей жатады. Қыздар, 1 миллиграмм дегеніміз ол 1000 микрограмм. Сондықтан егерде сіз фолий қышқылын дәрумен ретінде, препарат ретінде сатып алып жатқан кезде қорапшасындағы дозировкасына көңіл бөлуіңіз керек. Яғни ол жерде 400 микрограмм деп жазылып тұру керек, немесе 0,4 миллиграмм деп жазылып тұру керек. Әрине, егерде сіз қауіп тобына жататын болсаңыз, бағанағыдай жоғарыда айтылып кеткендей, сіздің анамнезіңізде бұрынғы жүктіліктерде қандай да бір осындай туа біткен ақаулар кездескен болса, немесе сіз карбамазепин сияқты, антоциды деген сияқты бір препараттарды қабылдайтын болсаңыз, ондай кезде индивидуально сізге арналған дозировка тағайындалады. Сонымен қыздар, қорытындылап келетін болсақ, фолий қышқылы жүктілік кезінде баланың миы мен жұлынның дұрыс дамуына көмегін береді. Фолий қышқылын дұрыс дозировкада қабылдау арқылы сіз спина бифида немесе аненцефалия деген туа біткен әртүрлі ақаудың алдын аласыз. Халықаралық рекомендациялар бойынша жүктілікті жоспарлап жүрген кезде 3 ай, яғни жүктілікке дейінгі 3 ай, кем дегенде 1 ай ішінде сіз фолий қышқылын қабылдауыңыз керек, және жүктіліктің басталғанынан 12 аптасына дейін сіз профилактикалық дозада 400 микрограмм фолий қышқылын қабылдап жүруіңіз керек. Бүгінге сізге айтқым келгені, қыздар, осы. Егерде ұнаса лайк, ұнамаса дизлайк қойды ұмытпаңыздар, және де туыстарыңызбен, таныстарыңызбен осы видеомен бөлісуді ұмытпаңыздар. Өйткені барлық жүкті әйелдерге бұл ақпарат маңызды деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.